Баршаңызға сәлем. Перзентханада ауыстырып алған, туған анасын іздеген қазақ балаға қатысты тағы бір дерек шықты. Испаниядан анасын іздеп келген қазақ балаға қатысты тың дерек шықты деп хабарлайды Embusines kz сайты. Бұған дейін перзентханаға ұлын тастап кеткен әйел табылған, бірақ ДНК сараптамасының алғашқы нәтижесі теріс шыққаны көреміз бағдарламасында айтылған еді. Дегенмен бұл мәселеге қатысты қосымша тексеріс жүріп жатыр. Бұл мәселе бойынша зерттеу жүргізіп жатқан журналистер бала ауыстырылған сияқты деген пайымда. Өйткені перзентхана архивіндегі бүкіл мәліметті растап, қолхат жазған мойындаған әсел Жазира табылған. Ал Жәнібек Жазираның ұлы болмаса, Жазираның өз ұлы қайда, дейді олар. Біз ендігі кезекте 2002 жылғы қаңтарда арқалық перзентханасында босанған әйелдерге іздеу саламыз. Нәресте кезінде бала ауысып кетсе, қазір Жәнібектің туған анасы Жазираның баласын бағып отыруы мүмкін ғой. Жәнібектің фотосына қарап, туған ата-анасы өзін тануы да мүмкін.